Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Несібелінің шашбауын көтеріп, құрбылары, туған сіңілісі келіп жетті. Қалайсыздар? Эльдар, сізге танысқан кезде, бірінші танысқаныңызда қандай бір әсер қалдырды? Ең басында маған негатив айтты ол негізі. Типа, үлкен, сен сестренкің ба? Үлкен көрінеді екенсің деген сияқты ол айтты. Мен ренжіп қалды оған. Келесі көрген кезде ол білмей қалған ғой. Дұрыс байқамай қалған. Кешірім сұрап, сонымен ең басында жаман әсер қалдырды. Содан кейін жақсы болып кетті бәрі. Сәттәулет, не тығылып жатсыңдар? Жеп кетуі ғой ондай. Қалай сөзіңіз? Қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Бізді көп сағындырмай келетін болыпсыз, Шақыра бермеңдерші, бәрі айтады. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін Эльдар мен Несібелінің үйлену тойға менің досым келді. Менің досым Раду. Қараңдаршы, қандай әдемі, ойбай. Сұп-сұлу болып тұр, бұл кісі күшті болып отыр. Афганистаннан адамдар келіп жатыр. Афганистаннан деп, мынау бар. Жан-жақта. Мына кісі бар, Индиядан келді ғой. Қызылдочкан қайда? Международный той болды. Бүгін международный. Осындай күшті той болып жатыр. Бұйырса енді жақсы жаңалықтар салып Камераға отырамыз. Бәке, бәрі түсіріп алған ба? Бәрі түсіріп алды ғой, бәке. Нәспи қайда, Нәспи? Бүгін бізде той, Эльдар мен Несібелінің тойы. Бүгін бізде қонақтар өте көп. Бұрынғы өзімізбен бірге отырған қатысушылардың барлығы бар. Мына жерде бірінші қонақ. Бәкең келді. Бүгін 14-ті Евразиясын жіберіп алмаңыздар. Бәкеңнің биін көргілеміз келсе. Дәқ қоясын жаңа. Бұқса бейші қайтып оралды, мына жақта кәм. Мына Алиді қайдан тауып алсың? Көремін. Мына кісі бар. Досым, айналайын, қош келдің. Рахмет. Ашта Айнұр бар. Упа шаршамайды. Упа қасыңда. Менің подкастыма қолдау ретінде ақша жіберіп жатырсыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бір кісілердің қолдаушылары уайымдап, маған уайымдап жатыр екен да. Ойбай, мынау ақшаны жинап алып Дубайға қашайын жатыр. Ақшамызды алып кетіп, сені таппай қаламыз ба деп. Енді сол кісілерге бір отчетымды беріп қойын. Отчет не екенін көріп жүрсін. Туалетный бумага, үйге спичка, зубочистка деген ол отчет емес. Отчет деген мынандай болады. Келесі сториста қарап қойыңыздар. Міне отчет не екенін көрсетіп жүрейік. Міне Каспи Голдқа кешеден бері түскен ақшаны бәрін тазалап көрсетіп қойдық. Период міне. Кеше бастадық. И бүгін. Выписка деген осындай болады, ағайын. Міне Асем 2000 теңге жіберіпті, рахмет. Фарида 150 теңге, Алмагүл Б 2000 теңге, Шынығүл 1000 теңге, Гүлнұр рахмет деп 1000 теңге салыпты. Шыңғыс 2000 теңге салды. Диана Н 2000 теңге салды. Бұл Каспи Голдқа жібергендер. Общий 10150 теңге. Енді Каспи Пейді қараңыздар. Выписка міне. Так. Вчера. Мынадан бастаймыз, Аяру Б 200 теңге. Айнұр 500 теңге. Шарбат 2000 теңге. Жұлдызай 500 теңге. Марат 500 теңге. Жолдыхан 1000 теңге. Райхан 2000 теңге. Рахмет сіздерге. Клара 500 теңге. Күлжан 2 теңге бір кісінің қолдаушысы маған жіберіпті. Ол кісіге де рахмет. 2 теңге болса да шындыққа жетеміз деген жолдағы бір қолдау ғой енді. Саламат 2000 теңге. Айсұлтан Сұлтан екенсің, топты жарып тұрсың. 10 теңге жіберіпті. Ақмарал 1000 теңге. Нұргүл ханым, үлкен рахмет сізге. Бірақ сіздерге айта кетейін, 20 000 теңге деген бір семьяның енді азық түлік алатын ақшасы ғой. Ондай қомақты қаражат салып қажет емес. Күнделікті бір стакан кофенің ақшасын салсаңыздар да мен сіздерге үлкен рахмет айтамын. Енді отчетты ары қарай сіздерге тапсырып тұрамын.
Салтанат ханым, қалыңыз қалай? Ничего, жақсы, рахмет. Салтанат, сіз болашақта балаңыздың, қызыңыздың есімін қалай қоясыз? Ну, келісімен қоямыз ғой енді, бірақ та егер де маған бір тоже қоятын болса, мен мамамның атын қоятын едім. Мен мамам аты Элеонора. Қалай қоясыз? Элеонора. Ал ұлыңыздың? Ұлым какой-то необычный ат хочу. Біле, андай адамдарға таң қалам. Жаңа енді айтып жатырмын ғой, патриот болып өзіміздің елдің, өзіміздің жаңағыдай қайратты қолдайық, үйтейік деп ше. Сөйтсем бір далбайып жазып жіберіпті. Сен қайдағы патриот, сен өзбек емессің ба деп. Шешесі. Осы түсінбеймін да енді. Мен осы Қазақстанда туылып өскен, Қазақстан азаматымын. Не істеймін мен барып шешесі, басқа елді қолдаймын ба, сен далбайыпсың ба, өзің қалай түсінбеймін осындай адамды. Ренжімейсіздер боқтағанда просто андай біле бір жағынан көзің ашып жібереді да. Мына қыз деген стилистпен жұмыс жасап сұмдық болып кетті. Мына қараңыздар, мына көйлекті қараса қой болды құрсын. Өлә, андағы духи обал емес па андағы духиға сонша. Мына киімді қарасаңыздар, етікті қарасаңыздар, құдай-ау, шықшы бол тез көрсетейін. Ал, бер қара, ал, стилистпен жұмыс жасайтын қыздың киімі. Бота артық кеткен кастатин деген кәдімгі артаған. Күшті болып тұрсың, прям соска болып тұрсың. Әдемі болып тұрсың. Күшті, керемет. Все, кеттік біз деген. Әп-әдем болып киініп алып. Киімді мынадай пробкаде жаяу жүргенге не жетсін, машинаны ана жаққа тастап кеттік. Ауырым абайласа шиeu. Қайырлы кеш болсын, кештеріңіз сәтті өтсін. Аман болыңыздар жандарым. Алмашып жүрген кезде әлемге осы күткен ғой мен негізі. Мен сені қараймын. Мен сені қарап арая өте тамаша. Қарай кеттік. Денген әлем Ақботадан Әбеттен жалынды сәлем деп қойында. Ұйқының планын орындап Әбетке дейін ұйықтадық. Қас магазинға шықтық. Билет таппадың. 25 мың теңге, 35 мың теңге алған билеттер 200, 300, 400, 500, 600-ден сатып жатыр. Это еще фигня. Мынау ойыншылардың заттарын, кепкілерін жұлып алу, жабайызм барлығын көрсетіп жатыр. Реал Қазақстанға кеп, куда мы попали деп жатқан жер. Енді 2009 жылдан бері Реалға балет еткенімізбен андай ғой. Ертең мысалы Реал мен Қайрат ойнаған кезде, конечно, патриот сезім оянып, Қайрат 1-0 мен жеңіп кетсе, ойлашы, Қайрат 1-0 Реалды жеңіп кетсе, не деген сенсация ғой. Бірақ та енді кіруге возможность таптық. Былай алып сатарлардан билеттердің бағаларын естіп шоком состояние болып жатырмыз. Өйткені алатын кезде барлығы иінмен кіреді, анау-мынау деп еді, оның бәрі өтірік екен. QR-мен ғана тексеріп кіреді екен. Бір үшін күйетін дүние, мысалы, өзіміздің осы қолдаушылар, Қайраттың қолдаушылары кіре алмай қалды да көбісі. Оның ішінде мен де бармын, мен де әлі кірем ба, кірмейм ба білмеймін. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.